Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Қырғызстан, атақты орталық Азияның жүрегі, жеті тәуелсіз түркі мемлекеттерінің бірі. Манас дастаны дүниеге келген, күлімдеген жұрты мекендеген, тәңір таулары тыныстаған ел. Қырғызстан әлемдегі ең көп таулы елдердің бірі. Көпшілігі Тянь-Шань, тәңір таулары. Бұл таулардың биіктігі 6000 метрден асады. Қырғызстанның ең биік нүктесі Победа шыңы, оның бойы 7439 метр. Таушыңдар көптеген жерлерде мұздықтармен жабылған. Ел аумағында қатты континенталды климат басым, өйткені теңіздің әсерінен алыста және биік таулармен қоршалған. Сондықтан жаз бен қыстың және күн мен түннің температуралық айырмашылығы өте айқын, жауын-шашын өте аз. Жылдың көп бөлігінде, әсіресе таулы аймақтарда қар жауып тұрады. Жаңбырлы тауларда 2000-2300 метрге биіктікке дейін ормандар бар. Алайда ормандар елдің беткі аймағының 6%-ын ғана құрайды. Қырғызстан бұлақ пен көлге бай ел. Патшалық Ресей мен Кеңес одағы кезінде елдің ең құнарлы жерлеріне орыстардың, украиндар мен немістердің қоныстануы нәтижесінде этникалық құрылым тез өзгеру процесіне енді, және осы уақыт аралығында көптеген қырғыздар жақын елдердің жерлеріне, әсіресе Ауғанстан мен Памирге қоныс аударуға мәжбүр болды. 1925 жылға дейін қырғыздар ел халқының 67%-ын құраған болса, бұл көрсеткіш 1959 жылы 40%-ға дейін төмендеді. Этникалық құрылымдағы соңғы және түбегейлі өзгеріс 1990 жылы Кеңес одағы тараған кезде басталды. Ал орыстардың, украиндар мен немістердің көп бөлігі Қырғызстаннан кетіп бара жатқанда, жақын елдерге қоныс аударған қырғыздардың бір бөлігі өз отанына оралды. Орталық Азияның қақ ортасында орналасқан Қырғызстан, солтүстікте Қазақстанмен, шығыста Қытаймен, батыста Өзбекстанмен және оңтүстігінде Тәжікстанмен шектеседі. Қырғызстанда халық саны 6.600.000. Бұлардың 73%-ы қырғыздар, 15%-ы өзбектер, 6%-ы орыстар, 6%-ы болса басқа халықтардан тұрады. Қырғыз атауының бірінші мағынасы 40 пен қоса із жұрнағымен 40 із деген мағынада. Екіншісі болса қырғыз атауы 40 үз, яғни 40 ру дегенді білдіреді дейді. Қырғызстанның ресми тілі қырғыз тілі, алайда патшалық және кеңестік кезеңдерде міндетті болған орыс тілі әлде кең таралған. Қырғыздар кирилл алфавитін Ресейдің әсерінен әлде қолданады. Алайда Қырғызстанда латын әліпбиіне көшу жүріп жатыр. Этникалық топтардың алуан түрлілігінің табиғи нәтижесі ретінде Қырғызстанда діни наным-сенімдер әртүрлі болып келеді. Халықтың көп бөлігін құрайтын қырғыздар, өзбектер мен ұйғырлар сүннит ханафи мазхабын, ал орыстар мен украиндар болса христиандықты қолданады. Қырғызстанда ауыл шаруашылығы, ферғана және аңғарлар кеңейтілген жерлерде қарқынды жүргізілуде. Елдің жерінің 7% ғана ауыл шаруашылығына жарамды. Ауыл шаруашылық жерлерінің көп бөлігі астық, бидай, арпа, жүгері және жемдік дақылдарға бөлінеді. Суаруды үнемі жүргізуге болатын жерлерде әртүрлі өнеркәсіптік өсімдіктер, әсіресе мақта, темекі, қант қызылшасы, көкөністер мен жемістер өсіріледі. Шаруашылықтағы шамамен 11 миллион аналық мал, 1,1 миллион ірі қара және 400 мың шошқа, 8 миллион гектар табиғи жайылымдарда қоректенеді. Қырғызстанның асыл аттары танымал. Жібек құрты, бұл маңызды және кең таралған кәсіп. Құс шаруашылығы, ара өсіру, өзен мен көлден балық аулауда экономикаға ықпал етеді. Еңбекке жарамды халықтың жартысына жуығы нәпақасын егіншілік пен мал шаруашылығынан табады. Ауыл шаруашылығының жалпы экономикаға қосатын үлесі шамамен 40%-ды құрайды. Ауыл шаруашылық табысының 3/2 бөлігі малдан келеді. Электр энергиясының ел экономикасында маңызды үлесі бар. 77% электр энергиясы өзендерден өндіріледі. Әсіресе Нарин өзенінде көптеген электр станциялары бар. Жаңаларын салу жоспарлануда. Өндірілген энергияның көп бөлігі Өзбекстан, Қазақстан және Тәжікстанға сатылады. Қырғыздардың белгілі тарихы біздің дәуірімізге дейінгі 2 ғасырда бүгінгі Қырғызстанның шығысы мен солтүстік шығысында құрған алғашқы мемлекетінен басталады. Бұл мемлекет ыдырағаннан кейін ғұндардың қол астына өткен қырғыздар ғұн мемлекеті ыдырағаннан кейін Байкал көлі мен Тибет арасындағы аймақта Хакас мемлекетін құрды. 6 ғасырда көктүрктердің, 8 ғасырда ұйғырлардың қол астына өткен қырғыздар 840 жылы ұйғыр хандығын жойып, бүгінгі Орта Азия мен Шығыс Түркістан жерінде Қарахан мемлекетін құрды. Қырғыз халқының исламды қабылдауы осы кезеңде орын алып, 7 ғасырда Ферғана өлкесіндегі алғашқы ислам жаулап алулар кезінде ислам дінімен танысқан қырғыздар 9 ғасырдан бастап ислам дінін қабылдай бастады. 10 ғасырдағы Қытай шабуылдарынан кейін батысқа қарай қазіргі Қырғызстан аумағына қарай шегініп кеткен қырғыздар 13 ғасырда моңғолдардың қол астына өтіп, Шағатай әулетінің құрамына енді.
Шағатайлар әлсірегеннен кейін біраз уақыт тәуелсіздігін сақтап қалған қырғыздар 15 ғасырдың басында Тимуридтер мемлекетінің қол астына өтті. Осы процесте монғолдардың шабуылынан шаршаған қырғыздардың бір бөлігі қазақтар орналасқан аймақтарға қоныстанып, олармен бірге өмір сүре бастады. Қазақ-қырғыз деп аталатын бұл аттар 19 ғасырдың ортасында орыстардың Қазақстанды жаулап алуымен Ресейдің үстемдігіне өтті. Қара-қырғыз деп аталатын қырғыздар 18 ғасырдың басында құрылған Қоқан хандығының шекарасында орналасып, біраз уақыттан кейін бұл мемлекеттің негізгі элементіне айналды. 19 ғасырдың ортасында басталған орыс шапқыншылығынан кейін бүгінгі Қырғызстан жері 1876 жылы Ресейдің қол астына өтіп, халықтың орыстарға қарсы көтеріліс қозғалысы қанды түрде басылды. Кеңес одақ құрылғаннан кейін 1924 жылы Қара-Қырғыз автономиялық облысы болып аталып кеткен Қырғызстан 1936 жылы Қырғыз Кеңес Республикасы ретінде одақтың құрамына енді. Кеңес одақ ыдырағанға дейін бұл мәртебені сақтай отырып, Қырғызстанды одақтың басқа мүшелері сияқты 1991 жыл тәуелсіздігін жариялады. Түркістанда қырғыз, өзбек, түркмен, қазақ және тәжік республикалары пайда болды. Оның ішінде Тараз, Наманган мен Андижанның бір бөлігі, Ферғана мен Хокандтың кейбір облыстары және Ош пен Памирдің солтүстігі Қырғызстанға өтті. Қырғызстанның астанасы Бишкек. Қала атау туралы аңыздарда 1766 жылы қазақ ханы Абылайға қаһармандықпен қарсы шыққан қырғыз жауынгер Пешпек қайтыс болғаннан кейін осы өлкеде жерленген. Ал 1825 жылы Хоканд хандығына бағынған аймақта Пешпек атты қамал салынған. Тағы бір қауесетке қарағанда қаланың Пешкех немесе Сәтті қала деп аталуы Пешпек батырдың Тәңір тауларының бір шыңына жерленуінің нәтижесі. Биік шыңдағы бұл жер қырғыздар үшін құтты мекен ретінде қабылданды. Орыс дерек көздерінде Бишкек атауы Пешпек деп алғаш рет 1847 жылы аталған. Ал қала 1936 жылға дейін осы атаумен аталған. Көшпелі қырғыздар қазақтар сияқты киізден тігілген үйлерде тұрады. Олар қырғыз тілінде боз үй деп аталады. Өйткені оларды орнату және тасымалдау оңай. Барлығы сол үйде бірге жатады. Киіз үй мәдениетінде үйірді атқа мінгізіп бағудан бастап, ең үлкеніне дейін барлық отбасы мүшелерінің міндеті бар. Соның нәтижесінде мұндағы 4 жасар бала қалалық құрдастарынан әлде қайда жауапкершілігі мол, жетілген. Мысалы, олар таңғы 5-те өздері тұрып, ешкімге айтпай қой бағып жұмысқа көмектеседі. Бүкіл отбасы бір жерден екінші жерге көшуге мәжбүр болған кезде киіз үйлер жиналып, аттың арқасына тиеледі. Олар өз жерлерін тастамас бұрын дәстүрлі мағынада орындайтын кейбір рәсімдер бар. Еріген сары майды шатырлардағы қазық тесіктерінен құйып жіберген сияқты. Бұл рәсімнің мақсаты сол жердегі аруақтарға келесі жылы аман-есен оралу үшін құрбандық шалу деп есептеледі. Елде көшпелі өмірге көшкен қырғыз халқының негізгі шаруашылық кәсібі 8 миллион гектар табиғи жайылымдық жер. Өкінішке орай, артта қалып қойған елдерде болатын дәстүрлер Қырғызстанда да бар. Қырғызстандағы некелердің әдеуір бөлігі қызды ұрлау және оны келін болуға мәжбүрлеу түрінде өтеді. Бұл заңға қайшы болса да, полиция, отбасы, маңайдағылардың барлығы дәстүр ретінде қабылданып, ешкім араласпайды. Бір қызығы, бұл өлі дәстүр болды, бірақ КСРО ыдырағаннан кейін қайта жаңғырды. Бұл тағы да ең жаманның ең жақсысы. Көптеген қыздарды ұрлап алып, өздері қаламайтын адамға тұрмысқа беруге мәжбүр ететіндер де бар. Тіпті олардың өмірінде басқа біреу болса да, тағы бір мазасыз дәстүр. Қыздың пак екенін қанды жайма ілу арқылы дәлелдеу. Кейбір қыздар пак болса да, қыздық перде өте жұқа болғандықтан күдіктеніп қан кете алмайды. Бұл өз-өзіне қол жұмсауға, немесе өлтіруге дейін көптеген жантүршігерлік оқиғаларды тудырады. Сондай-ақ рулар қырғыздар үшін үлкен рөл атқарады. Өйткені олар күнделікті өмірде қорғау және қолдау рөлін алады. Мысалға, бай отбасы кедей туыстарына қол ұшын беру үшін соларға мал беріп, өз күнін көрсін деп кішігірім көмектеседі. Бір сөзбен айтқанда, дәстүрлі қырғыз отбасы минималды өмір сүреді. Онда олар қажет нәрсенің барлығын отбасы мүшелері жасайды. Қырғыздар үшін балалар өте маңызды. Өйткені олар үшін өскелең ұрпақ олардың мәдениеті мен құндылықтарының жалғасы болып табылады. Олар балаларды өз халқының өлместігінің символ ретінде қарайды. Сондықтан жүкті әйелдер баласын дүниеге әкелгенше қоғамда ерекше орын алады. Күнделікті жұмыста әртүрлі ауыр, шаршатып жіберетін жұмыстардан алшақ ұстайды. Ауылдан жалғыз шығуға тыйым салынады. Жаман рухтардан қорғану үшін дұғалар мен тұмарлар жасалады. Қырғыздарда дүниеге келетін нәрестенің табиғаты туралы нанымдар бар. Жүкті әйел құрсағындағы нәрестенің әрекеттері басталғанда, ол кімді көрсе, оның мінез құлқы оны өзіне тартады деп сенеді. Сондықтан жүкті кезеңде әйел мінез құлқы жақсы емес адамдарға қараудан және ауру адамдарға жақындаудан сақ болу керек.
Бала туылғаннан кейін бірден жасалатын процедуралардың бірі кіндік кесу. Мұны істеген әйелді қырғыздар кіндік ене, яғни кіндік шеше деп атайды. Іш кесумен айналысатын әйел көп балалы, тәжірибелі, білгір, қоғамдағы беделді әйелдер таңдалады. Кіндік ене баланың екінші анасы және оның болашағы болып саналады. Өміріндегі барлық рәсімдерде арнайы қонақ ретінде шақырылады. Өздерінің сенімі бойынша олар өздер тұратын шатырдан жаман жындарды аулақ ұстау үшін шатырда үнемі от жағып, жүкті әйелге тұмар іліп, оның жатқан жеріне оқталған мылтық іліп қояды. Осының бәрінен көріп отырғаныңыздай, нәресте олар үшін өте маңызды. Сәби алғашқы ас ретінде сиырдың ерген майын ішіп, алғашқы киімі беделді қарттың көйлегімен көп балалы әйелдің іш киімінен тігіледі. Бұл нәрестенің дені сау, ұзақ және бақытты өмір сүретініне сенгендіктері үшін жасалған. Қырғыздар адам өмірін жоғары бағалайды және өмір бойы жақсылық жасауға тырысады. Бір-бірін ренжітпейді. Көп балалы, текті отбасымен қарым-қатынас жасауға және көп мал бағуға тырысады. Олардың ойынша адам табиғат құбылыстарының барлық түріне моральдық және психологиялық тұрғыдан дайын болу керек. Өлім төсегіндегі адам өз қалаған нәрсенің барлығын өсиет етіп қалдыру керек. Марқұм жас өлсе, шатырдың басына қызыл ту, орта жастағы кісі өлсе, қара ту, қария өлсе, ақ ту іліп қоятын. Бұл жаназаға келгендерге белгі болды. Жерлеу рәсімі өтетін шатырда тек әйелдер болған. Егер марқұмның әйелі болса, әйел шашын жұлып, бетін тырнап, қатты жылайтын. Шатырдағы әйелдер болса, қабырғаға қарап отырып жылайтын. Марқұмның әйеліне шашын 7-ші немесе 40-шы күні ғана жинауға рұқсат етілген. Қырғыздар қонақтардан келген мақсатын ешқашан сұраған емес. Қонақ міндетті түрде тұратын орынмен қамтамасыз етілетін еді. Дәстүр бойынша үй иесі қонақтың дүние мүлкін қорғап, атын тамақтандыруға жауапты. Қонақтың кез келген заттар жоғалса, үй иесі жауапты болады. Қазіргі даму кезеңінде қырғыздар орталық Азияның өркениетті қоғамдарының бірі болып табылады. Сауаттылық деңгейі 99,5%-ды құрайтын әлемдегі жетекші елдердің бірі. Дегенмен қырғыз халқының салт дәстүрі, мәдениеті, әдет-ғұрыптары мен дәстүрлері бүгінгі күні өзгермеген және дамыған формаларымен жалғасып, жас ұрпақтың өз тарихы мен өркениетіне деген сүйіспеншілігі мен құрметіне тәуелділіктің маңызды факторын жасауда. Бұлар халықтың этникалық және мәдени ерекшеліктерін құрайды, ал қырғыздардың дүниедегі халықтар арасында алатын орны өте ерекше. Ош елдің оңтүстік батысында орналасқан және Қырғызстандағы екінші ең үлкен қала болып табылады. Қала Жібек жолында орналасқан және оның тарихы 3000 жылдан басталады. Орталық Азиядағы ең көне қоныстардың бірі. Ош түрік тарихында маңызды орынға ие және ислам діні тұрғысынан да қасиетті саналады. Ошта орта есеппен 260 000 адам тұрады. 1939 жылы құрылған жаңа қала. Халқы негізінен қырғыздар, өзбектер, орыстар мен тәжіктерден тұратын бұл қала елдегі ең танымал туристік мекендердің бірі. Орталық Азияның базар қаласы ретінде белгілі. Ош Сүлеймен тауы мен Тянь-Шань тауларымен қоршалған. 8-ші ғасырда Жібек жолы бойындағы жібек өндірісінің орталығы ретінде белгілі болды. Қырғызстанның екінші астанасы саналатын және Акбура өзенімен бөлінген Ош сонымен қатар оңтүстіктің экономикалық, мәдени, өнер және білім орталығы болып табылады. Ежелден маңызды сауда қаласы болған Оштағы Акбура өзенінің бойымен 1 шақырымға созылған Ош базары орталық Азиядағы ең алуан түрлі және ең үлкен базар болып табылады. Жексенбі күннің кез келген уақытында адам өте көп. 2000-ға жуық жылдық тарихы бар базардың күріш, темекі, жаңғақ, жүзім, жібек және жылқысы әйгілі. Қытайлар өз еліне жүзім мен бедені осы жерден әкететіндігі белгілі. Қырғызстанның екінші үлкен қаласы Ошта Сүлеймен тауы өзінің барлық салтанатымен бой көтереді. Қаланың символы саналатын тауға Сүлеймен пайғамбар барған деген болжам бар. Тарихи Жібек жолында орналасқан Сүлеймен тауы елдің оңтүстігіндегі Тянь-Шань мен Памир тауларының арасындағы Ферғана алқабында орналасқан. Әлемде тек 3 тауды қамтитын ЮНЕСКО-ның қасиетті таулар тізіміне енген Сүлеймен тауы алыстан екі өркешті түйеге ұқсайтын ерекше силуэтке ие. Сүлеймен тауының 5 шыңы мен еңіс бетінде көптеген ежелгі ғибадат және дұға ету орындары бар. Сүлеймен тауында тарихқа деген суреттермен безендірілген үңгірлер мен 16 ғасырдан бастап келе жатқан екі үлкен мешіт бар. Ыстықкөл Қырғызстанның солтүстік шығысында, Қазақстанмен шекаралас жерде орналасқан. Ол солтүстігінде Көңгей алатаулары мен оңтүстігінде тектоникалық ойпада орналасқан. Бұл оңтүстік Америкадағы Титикакака көлінен кейінгі әлемдегі екінші үлкен тау көлі. Айналасы қарлы таулармен қоршалғанмен,
ол еш қашан тоңбайды. Сол себепті қырғыз тілінде ыстық, яғни жылы көл деген мағынаны білдіретін атау берілген. Шамамен 118 бұлақпен қоректенетін көл өз кезінде қараханиттердің демалыс орталығы болды. Ыстық көл 320 шақырымдық құмды жағалауы, бай балық сорттарымен, тұзды суымен Қырғызстанның ең маңызды туризм аймақтарының бірі. Кеңес одағы кезінде көптеген санаторийлердің, жатақханалар мен демалыс үйлері қоршалған көлдің танымал демалыс орны болғаны белгілі. Достар, бір видеоның аяғына келдік. Бұл видео сіздерге кішкене айтылған мәліметтер сіздерге кішкене кем болып көрінген болуы мүмкін. Айтылған нәрселерім тек қана осылар еді, өйткені Қырғызстан мен біздің традициямыз, мәдениетіміз, жеп ішетін нәрселер, тіл барлығы былай айтқанда бірдей. Яғни бізге өте ерекше болып көрінетін ондай көп нәрсе жоқ Қырғызстанда. Өйткені барлығы өзімізге таныс нәрселер. Потому что қырғыздарда сөз бар ғой, қазақ қырғыз бір туған деген. Сол сияқты барлық нәрсе бір-біріне ұқсаған үшін өте көп нәрсе айта алмадым, достар. Сол үшін видео кішкене сіздерге аз мәлімет берген болуы мүмкін. Бұл видеоны негізі барлық көрші елдер туралы видеолар шығардым. Білесіздер, Монғолия туралы бар, Түркменстан, Өзбекстан, Россия туралы, бәрі туралы бар. Тек қана Қырғызстан туралы жоқ еді. Сол үшін қырғыз бауырларымыз ренжімеу үшін соларға арнайы шығарып отырмын. Сол үшін олардан көп қолдау күтемін. Комментарий жазсын, қырғыз бауырларымыз көріп отырған болса, бұл мен үшін өте бір ерекше эмоция болады, достар. Сол үшін барлығымыз видеоға көбірек лайк, көбірек комментарий жазайық. Қолдауларыңыз өте маңызды, видеоларымыз көпшіліктің алдына шығу үшін. Каналға да жазылып қойыңыздар, достар. Келесі видеоларды ұтыспау үшін әрине. Онда келесі бейнелерде көріскенше, мен Мардан.